Малик ибн Динар деген бір ғалым болған екен. Ол кісі өте үлкен ғалым және мұхаддис деген атаққа еге болған. Өзінің ғасырында мынау деп көрсететін шын ғалым болған адамдардың бірі. Дегенмен Алланың тура жолына әркім арқалай келеді емес пе? Ол кісі өзінің осы Алла жолына келуін мына бір қызықты әңгімемен айтады. Күндердің күні мен Алладан безген, қарақшы, қанды балақ бау кеспе едім дейді. Базарға барып, дүкендерге барып, адамдарды тонайтынмын. Солардың заттарын тартып алғаныма мәз болып, рахаттанып жүретін едім. Күндердің күні сол әдетіме қарай бір базарға келіп, дүкеншінің бір заттарын алайын деп жанына келсем, әлгі дүкеншіден бір кісі кәмпит сатып алып жатыр екен. Сол кісі жалынып былай дейді дүкеншіге: ойбай-ау бауырым, маған көбірақ берші, көбірақ кәмпит берші, бірнеше бір 3-4 кәмпитіңді де қосшы. Өйткені менің кішкентай ғана қызым бар, әдемі ғана кішкентай қызым бар, көп кәмпит апарсам қатты қуанып қалады деп жалынып жатады. Мұны естіп, мен қатты қызыға бастадым дейді. Ей Алла, маған да бір осындай бір тәтті перзент берсең, мен де оған осылай кәмпит сатып алып беріп жүрсем екен дейді. Бірақ қайдан ғана оған кім қызын беріп, одан перзент сүйсін? Сондықтан бұл өзінің жағдайын дұрыстай бастайды. Қарақшылығын қойып, халықпенен араласып, оларменен бірге базарда бірге сауда қылып тіршілік ете бастайды. Бірақ дейді, жұрт қатарлы жүргенімен де намазға, Аллаға деген сөзім жоқ еді дейді. Сонда да ел мені, баяғы ісін қойыпты, мынау Малик деген кісі өзінің жаман тірлігінен жақсыға бұрылыпты деп сыйлай бастайды дейді. Сол арқылы мен бір Алла бұйыртқан қызға үйлендім. Алла ниетіме берген шығар дейді. Алла ол кісіге бір әдемі ғана, тілі тақылдап тұрған, керемет ақылды перзент, қыз перзент береді. Оның атын Фатима деп қояды. Фатима кішкентай кезінен, 8 айлық кезінен тез тілге келеді. Тез арада сөйлеп, тақылдап, әкесін тура жолға жетелей береді барған сайын. Күндердің күні Малик айтады: мен арақ ішіп отырған кезімде әлгі қызым келіп: әкетай, сен асқар таусың ғой, сен осындай биік шыңсың ғой, саған арақ ішкен жараспайды, арақ ішпеші, екінші ішпеші деп маған уәде берші, ішпеймін деп уәде берші деп қолымнан жетелей берді. Қатты ұялғанымнан әлгі шишаны алдым да жерге бірақ қойдым дейді. Содан бері мен ішуді доғара бастадым. Күндердің күні мешіттің жанына өтіп бара жатқан едік. Бір уақытта мешіттен азан айтылып қалды. Фатима қызым қайтадан қолымнан ұстап алып, тоқтай қалып: әкетай, жұрттың барлығы мешітке барады, жұрттың барлығы Алла деп жүреді, сіз неге бармайсыз? Мені алып барыңызшы ішіне, көрейші не бар ішінде. Яғни осы сөздерінен мен тұра алмай оны мешітке алып кірдім. Жұртпенен қосылып, басымды сәждеге қойып намаз оқи бастадым дейді. Бірақ Алла тағала тағы да бір сын жолдаған еді. Күндердің күні Фатима қызы дүние салады. Расында да бұл үлкен қайғы болғанынан Малик ибн Динар айтады: қатты бір тау құлағандай болды, бүкіл дүние қараңғы болып кеткендей болды.
Енді баяғы ішкен ба, мен енді есімнен танып құлағанша арақ іше бастадым дейді. Әбден араққа салынып, майханадан шықпай қояды. Сол әдетіменен мас болып үйіне келіп құлайды. Сөйтіп жатқанда бір керемет түс көреді. Түсінде бір аждаһа тістерін ақситып, тілін қайта жалақтатып ойнатып келіп қалады. Орнымнан тұрып қаша бердім дейді. Бірақ ол жайлап арқамнан балпаңдап ере берді. Мен қаша берем, ол ере береді. Жүгіріп келе жатып бір шалға жолықтым дейді. Әлгі шал жүздің үстіне кеп қалған, қаусаңдап қалған, әбден қалжырап біткен, қолындағы аса таяғын зорға ұстап тұрған бір шал екен. Жанына келіп, о ата, жәке, көке, маған жәрдем берші деп жалына бердім. Бірақ ол кісі айтады, әй, менің қауқарымды қарашы, менің жағдайымды қарашы, мен оған ешқандай күшім жетпейді ғой, деп өзін көрсете берді. Мен айттым ақыры, көке, еш болмағанда бір құтылатын жол көрсетші, еш болмағанда бір құтылатын жаққа қарай мені жолдап жіберші дедім. Ол шал кісі, әй, ондай болса былай қарай деп бір жақты көрсетті. Мен содан қаша бердім. Бір кездерде бір таудың баурайына келіп қаппын. Әлгі таудың баурайында жас нәрестелер, сәбилер ойнап жатыр екен. Сол сәбилерге назар сала бергенімде ішінен Фатима қызым мені тани қойып, әкетай деп жүгіріп келіп құша бастады. Өмірдегідей, осы дүниедегідей мен оны искелеп, маңдайынан сүйіп, бетінен сүйіп аймаладым. Бір кезде әлгі аждаһа есіме түсіп кетіп, арқама қарасам, келіп қалыпты. Содан Фатима қызыма не істерін білмей қарағанымда, Фатима қызым мені бір қолымен ұстап, бір қолыменен әлгі аждаһаға кет деген ым жасады дейді. Әлгі аждаһа ысылдап тұрды да кері қайта кетті. Сол кезде Фатима қызымнан сұрадым дейді. Мынау не нәрсе? Бұл қалай болғаны десем, қызым айтты дейді. Әкетай, сенің істеген жаман амалдарың көптігі сонша аждаһа болып кетті. Жақында сені жұтып қоятын болды. Ал анау шал болса, бұл дүниеде жасаған ізгілік, жақсы амалдарың, сол ізгі жақсы амалдарың аздығы соншалықты еш нәрсеге күші келмейтін қауқарсыз бір шал іспеттес болып қалған. Сол кезде таудан Құранның аяты құлағыма жарқын естілді дейді. Ей иман келтіргендер, Алла тағалаға пәк көңілден тәубе етіңдер. Оянып кеттім. Оянсам қатты тершіп жатыр екенмін дейді. Содан жалма-жан ғұсыл құйынып, бамдат уақытын күттім. Әп-сәтте-ақ азан айтылып, жүгіре мешітке бардым. Мешітке барып сапқа тұры намаз оқысам, Алла тағала имамның аузына салды ма? Имам да, ей иман келтіргендер, Алла тағалаға пәк көңілден тәубе қылыңдар деген аятты оқи жөнелді. Бұл аят маған тура оқтай жүрегіме қадалып, сәждеге бас қойғанымда еріксіз көзімнен жас келіп, егіл-дегіл жылай бердім деген екен. Сол кісі айтады, егер осы кезде мен есімді жиып, Алланың тура жолына түспегенімде, Құдай біледі, осы күйі дүние салып кеткен болар ма едім. Осы күйі Алланы танымай, өзімнің күйігіммен кетіп қалған болар ма едім.